Bir жігіт жұмысынан кеш шығып үйіне асығып келе жатқанда алдынан бірнеше бұзақы тап болады. Әлгілердің жанынан өте бергенде ішінен атаман біреуі шығып, бүйіріне пышақ тақап тұрып, қалтаңда не бар? Барлығын шығар дейді. Сонда жігіт аспай-саспай оған былай дейді: дос, я білем, шығармасам оңбай таяқ жейм, бәлкім жараланып тіпті осы жерде жан тапсыратын шығармын. Бірақ саған 3 қана сұрақ қояйыншы. Егер жауабыңа риза болатын болсам, қалтамдағы айфоным мен ақшаға толы әмиянымды еш өкінбестен саған сыйлаймын, бауырым, дейді. Бұндай сөзді күтпеген бұзақылардың атаманы: қой сұрағыңды, дейді таңырқай. Шыныңды айтшы, жігітсің бе? Иә, жігітпін. Қазақсың ба? Әрине қазақпын. Мұсылмансың ба? Иә, мұсылманмын, деп жауап береді. Сонда батыр сымақ жігітке тапқырлықпен былай дейді: егер жігіт болсаң, әлсіздерге көмектесіп, бұзақылармен неге алыспайсың? Топ құрып жалғыз жарым жүргендерді түндегінің жігіттікке жатады ма дейді. Қазақпын дедің, ендеше өз бауырыңа зұлымдық еткенін қалай? Қазағыңды тонап күн көріп, қазақпын деуге ұялмайсың ба? Мұсылманмын дейсің, онда мұсылманға тән сипатың қане? Өз бауырыңа қауіп төндіріп, ұрлық тонаумен күн көру, біреудің денсаулығына зиян келтіру мұсылмандыққа жата ма? Мен де өзің сияқты адаммын ғой, деп қатты ашумен дауыс көтеріп жібереді. Сол кезде бұзақылар тым-тырыс болып қалады. Жігіттерде үн жоқ. Бүйірде тақалып тұрған пышақ тырс етіп жерге түседі. Сүйектен өткен бұл өткір сөздер бұзық жігіттің көзіне жас салады да, сол жерде бауырын құшақтап: кешірші бауырым, деп жылап жібереді. Қоянды қамыс жігітті намыс өлтіреді демекші, айналасындағы топ-топ боп жиналған жігіттердің бәрі де осы сөзден кейін сөзге сынып, әлгі жігітті кезек-кезек кеп құшақтай берді.